бұл ылғалды бұйырса сақтап қалуға, енді бұл біздің әрекетіміз бұйырса, яғни ылғал жабу. Қазір мысалы зәп болған кезде бұл кішкене ашылып тұр ғой, қыс бойы. Енді Алланың қалауымен қар жатты үстінде, соны астына ылғал кету үшін соған зәп негізі жыртылған. Сол енді бұйырса астындағы ылғалды біз, мысалы зәп осылай болатын болса, біз оны оған перпендикулярны күйде жабуға әрекет істеп жатырмыз бұйырса.